Әлемнің әміршісі еңбек. Әлемдегі үрдіс, еліміздегі үрдіс, техникалық прогрестің алға басуы, көптеген мамандықтардың жойылуына қарамастан еңбек әрқашанда сұраныста болады. Сондықтан мына еңбек адамы біздің экономикамыздың алтын діңгегі. Бұл завод 2015 жылы ашылған. Мен дәнекерлеуші болдым. Дәнекерлеу мамандығын 3 жыл оқып бітіргенмін. Бұл заводта арлан машинасын өндіреміз. Орындық дәнекерлеу цехында мен өзім атқаратын жұмысым артқы есік, алдыңғы 2 есік. Мынау біздің лазерлік кесет. Бұл жерде темірлерді мына жерде біздің машинамыз дайындалады. Ширек ғасырлық тарихында Қазақстан армиясы дамудың күрделі кезеңдерінен өтіп, маңызды мемлекеттік институт ретінде қалыптасты. Бұл сол қарулы күштердің айбынын асырып, қуатты техникамен қамтамасыз етіп отырған кәсіпорын. Орталық Азияда баламасы жоқ зауыт заманауи брондалған дөңгелекті автокөліктер шығарады. Мен бұл жерде қазіргі уақытта мен есік жасап жатырмын. Есік 3 сатыдан тұрады. Бірінші мынау сатысын жинаймыз, сосын размерін шығарамыз. Сосын өзің дайын қоятын заттармен, орысша айтқанда шаблон дейді, сонымен қоямыз. Қазір мен сіздерге сылақлеймін. Бізде техникалық қауіпсіздігін өте мұқият қарайды. Сондықтан да жақсы киініп алуымыз керек. Әйтпесе пісіп қалу қаупі бар. Дайын тұрған есік. Бұл біздің дәнекерлеулік аппаратымыз. Қазақстан Paramount Engineering серіктестігі. Қазақстан мен Оңтүстік Африка Республикасы компанияларының бірлескен кәсіпорны. Бронды техниканың баллистикалық қорғанысы НАТО-ның стені 45-69 стандартының 3 деңгейіне сай. Өнеркәсіп толық циклде жұмыс істейді. Қорғаныстың берік болуы осындағы мамандардың кәсіби біліктілігіне байланысты. Ойдағыдай. Процесс ойдағыдай, кәдімгі күнделікті. Чуть-чуть больше сортироваться Бәрі жақсы ортықадан өтілген. Ортаға тапсырды. Тапсырында. Қазір сварка бастайсыз. Астына реброларын қойып, деформация болмасын металлға. Жақсы ма? Жақсы. Бақытжан жоғары санаттағы дәнекерлеуші. Қызылорда қаласының тумасы бала кезден темірден түйін түйген шеберлердің жұмысына қызығып өсіпті. Атадан балаға мұра боп қалған ұсталық өнерді жіті меңгерген азамат. Мамандық таңдайтын сәтте ойланбастан дәнекерлеуші боламын деп шешіпті. Бұл жерде қателік кетпеу керек, қателік кетсе ол өте жақсы емес. Өйткені бір операцияға неге барған кезде қаншама адамның бұл жерде өмірі біздің қолымызда. Соған да байланысты. Сол үшін қателік бұл жерде кешірілмейді. 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдаудағы 10 басым бағыттың бірі индустрияландыру. Үкімет машина жасау саласы арқылы ұлттық экономиканың әлеуетін арттыруды көздейді. Нәтижесінде соңғы 5 жылда
еліміз әскери техниканы тұтынушы мемлекеттен өндірушіге айналды. Бұл экономиканың көрсеткіші. БС дайындауға бір күндік уақыт кетеді, шамамен. Бірақ әр нәрсенің өзінің уақыты бар, бізде қойылған. Мынаны мысалға біз 7 сағатта дәнекерлеп, тазалап жіберуіміз керек өзі ар жаққа. Біздің бұрынды машина жасау заводында 90% жаңағы жұмысшылар жастар. Өзіміздің жаңағы жергілікті мамандардан бұрынды машиналар жасап шығарып жатырмыз. Келіп жатқан жас мамандар жаңағы заводта еңбек етіп жатыр. Біздің құрамда инженерлік техникалық мамандар жұмыс істейді, жергілікті. Олардың біліктілігі, олардың жаңағы жұмыс істеудегі қабілеттері өте жоғары, сұранысқа ие. Жасап жатқан мәселелеріміз осы өзіміздің мемлекетте және шет мемлекеттерде сұранысқа ие. Еліміз тәуелсіздік алып, шекарамыз шегенделіп, көгімізде туымыз желбіреген күннен ел билігі адами капиталды дамытуға күш салды. Жастардың білім алып, кәсіп ашуына бар қамқорлық жасалды. Сол қамқорлықтың қайтарымы жаңа буын, жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналды. Мен жасаған есіктерім бәрі біздің дайын капсула машинамызға барылады, осы жерден қойылады. Бұны орналастыру шамамен 4 сағаттай ма кетеді. Өйткені бұл есіктер, есіктен батовой емен екеуінің арасында зазорлар бәрі тексеріліп, сосын бана қойылып, алынып, сосын барып покраска етеді. Еліміздегі инфраструктура болсын, су болсын, жылу болсын, нан болсын, осының бәрі өзінен өзі пайда болмайды. Олардың бәрі осы жұмысшы мамандығының иегерлерінің арқасында дүниеге келіп жүзеге асырылып жатыр. Осындай жасампаз еңбекті біз әрқашанда насихаттауымыз керек. Қойнауы қазыналы Қазақстан жері көлемі жөнінен әлемде 9-шы, ал табиғи ресурстардың қоры бойынша алғашқы 6-лықта. Менделеев кестесіндегі 110 элементтің 99-ы ұлы даланың алып атырабынан табылды. Әлемде тұтынылатын қуаттың 4-3 бөлігі пайдалы қазбалардың үлесінде. Қарағанды өңірі Еуразиялық континенттің ірі индустриялық орталығы. Минералдар мен шикізатқа бай. Әсіресе мұнда өндірілетін мысқа сұраныс жоғары. Жезқамыс қорыту заводындасыздар. Жезқамыс қорыту заводында 4 негізгі цех бар. Және де 15-ке жуық қосымша тағы цехтары бар, вспомогательный дейді. Цех, шықты дайындау цехында 200-ге жуық адам бар, жұмыс істейді. Жезқан төңірегінде жалпы бәрі осы Жезқан төңірегінің адамдары жұмыс істейтін. Жұмысымыз бәрі жақсы. Былтыр елбасы жолдауының жастарды қолдау программалары көп. Солардың бәрін істеп жатырмыз. Жалпы Жезқан мыс қорыту заводында шықты дайындау цехы бойынша бізде 30 жылдан астам жұмыс атқарып жатқан Салқауов Төлеген деген кісі бар. Ол династия деп айтуға болады. Әкесі, ағасы, інілері осында жұмыс істейді. Мысымыз Құдайға шүкір біздің 4-9 дейді ғой, сол 4-9-да жоғары сапада. Лондонский биржаға кірді. Жоғарыдан көрініп жатыр да біздер айту. Жалғыз Жезқан аймағымыз енді Балқашымызда бар. Кенші мамандығы әлемдегі ең ауыр әрі қауіпті жұмыс саналады. Шахтаға таңертең түседі, кешке жер бетіне бірақ шығады. Орталық Қазақстандағы құрметті кеншілердің көшін Салқауовтар отбасы бастап тұр. Олардың металлургия саласындағы еңбек өтілі 500 жыл. Әулеттің тірегі Тағанбай Бәйділдәұлы еңбек жолын Қарсақбай мыс зауытында бастаған.
еңбекке ерте араласқан ол ауыр жұмыстан қашпады. Қайта өзін қамшылап, үздіктердің қатарынан көрінді. Ал оның кәсібін жалғастырған ұлы Төлеген де еңбек даңқы орденінің иегері. Шехта дайындау цехында мен өзім онда старшымын, онда бригадирмін. Сол менің қармағына дәл менің сменіме өзі қатардағы Авжигашев деген атақпенен келіп орналасты. Сол жерден сол жұмысқа жүріп, оба нешік жақсы жағынан көрініп, әненді мен сырттан өзім бақылап отырмын. Сол ол жаңғыз менің сменіме келген болмаса, адам жетіспейтін сменге жібереді онда. Әкең мен шешеңнің бірге істеген заң жоқ. Қайда адам жетіспейді, сонда өзіңіз берген. Басқасымен де істеді. Соның бәрінде өзі жақсы жағынан көрініп, мақтап алып жүрді. Сол жұмыстен де бүгінге дейін істеп келе жатыр ғой. Ақсақалдың 10 баласының 7-еуі металлург. Келіндер де, немерелер де осы салада. 82 жылдан бастадым, менің жыл, яғни училищеге токарь мамандыққа түстім. Содан 84 жылы Ламызаға тұрып, практика еді, сонда еңбек еттім. Руда фабрикаға келеді, фабрикада жаңа плантация арқылы, не арқылы біздерге сұйық қалпында келеді, фабрикадан труба бар, сол сұйық қалпында келеді, концентрат. Сол жаңа неге үзгішен деген не бар, жаңа фильтросушильное отделение дейді, ол бұрын бәрі бізге бір не болған, бір бөлім болған, біз қазір олар фабрикаға кетті, олар фабрикаға бөлінді, біздер өзіміз сол мыс қорыту зауытында қалдық. Адамды адам еткен еңбек дейді Төлеген ағамыз. Оның мыс қорыту зауытында тапжылмай еңбек еткеніне 32 жыл. Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам бағдарламасында қоғамның қозғаушы күші еңбек адамы делінген. Сондықтан олардың беделін көтеру қажеттілігі айтылады. Тілге тиек ететін жайт барлық экономикалық және мәдени байлықтар виртуалды қаржы институттарымен емес, адамның еңбегімен жасалады. Общее количество 575 человек было принято на работу. Основное количество вновь принятых работников составляют молодые специалисты. В процентном соотношении порядка 70-80% это вся молодежь. Обучение непосредственно под руководством наставников, под непосредственно инженерно-техническими работниками производится теоретическое и практическое обучение. Арлан көп мақсатты брондалған минаға қарсы қорғанысы мықты көлік. Әскери техниканың жарығы күшті, минаға қарсы қорғанысы жоғары. Кез келген қарудан атқан оқты өткізбейді. Салмағы 16 тонна. Машина экипажы 2-ден 8 адамға дейін. Бұл техника қатаң климаттық жағдайға бейімделіп жасалған. Дәнекерлеген техникалар осыға келеді. Осы жерде жиналып, дайындалып, 100%-те. Осы жақтан әскери бөлімшелерге бөлініп кетеді өздерінің. Бұл біздің дайын жасаған есіктеріміз. Бұл есіктер қазіргі таңда кішкене ашу қиындау болады, бірақ осылай болады. Мынау әйнегі, бұл жағынан оқ өте бермейді, оқ өтпейді. Мынау жаңағы шумға қарсы изоляциясы. Жаңа мен жасаған нелерім, мынау жаңа қойылған конкурға дәнекерлеген. Мынау әскери адамға не қылу үшін, автоматпен арқай ату үшін. Бұл Арлан біздің Қазақстанда солып атқан 72% біздің Қазақстанда өнім бұл жерде. Жұрттар ойлайды, бәрі дайын машинаны алып келіп, бүйтіп қоя береді деп. Бірақ бізде олай емес. Сізді көрдіңіздер, дәнекерлеу цехы бар бізде. Өзіміз металды кесеміз. Мына көліктердің қорғаныс деңгейі жоғары. 8 келі тротил жарылса да техника өртенбейді. Дөңгелектері де жарылысқа шыдамды. Қарапайым көліктер жүре алмайтын жолдарда сағатына 160 шақырым жылдамдықпен жүйткиді. Өтімділігі жақсы бұл көліктің. Бұл мынау жерлерден бата бермейді. Бұл алты доңғалағы бар. 6 деп айтады сол себепті. Бұндай көлік әлемнің біріншілері шығарады. Бұл бізде ғана Қазақстанда. Бұл әлем дәлелденген машина.
мына жұмысшы мамандықтарға жаңағы сұраныс өте бізде жоғары и бағаланады да олар. Олардың еңбек ақысы да жаңағы сәйкес өздерінің жаңа біліктілігіне, өздерінің жұмыс істеу қабілеттеріне еңбек ақылары да сәйкес. Жұмысшы мамандықтардың үлесін арттыру, сол арқылы жаңағы қабілетін арттыру, өндірісті арттыру, ол бірінші кезекте тұру керек деп ойлаймын мен. Жылына республика бойынша 3,5 мыңнан аса дәнекерлеуші маманы даярланып шығады. Ал жылдық сұраныс 5200-дің шамасында. Оған қоса қазіргі өнеркәсіп кадрдан 5-ші дәрежелі біліктілікті талап етіп отыр. Дәнекерлеуші жұмысы жақсы. Біріншіден мен үшін мақтанам, бұл жерде жұмыс істеп, Қазақстан үшін мен осындай кішкене де болса өз үлесімді қосып жатырмын. Осындай бронировка техника шығарамын мен. Ол да жақсы. Енді қаншама Қазақстанда бұндай әскери техника, Қазақстан тарихында бұндай техника шыққан емес. Адами капитал жаңғыру негізі, интеллектуалды ұлт қалыптастырудың рухани өзегі, дәнекерлеуші, кірпіш қалаушы, электрик, сантехник. Жалпы айтқанда барлығының атауы бір мамандық. Қазір әлем кәсіптік техникалық білім беруге айрықша мән беруде. Себебі білікті жұмысшы мамандықтарын дайындау, әлеуетті әлдетудің басты әдісі. Бізден жаңа қаншамалы сапалы өнім шығады, соғында байланысты болмыстың жаңа нелері, сапасы. Сол үшін жаңа біздер сапалы өнім беріміз керек. Өзің жұмысыңа шын ниетпен қарап отыру керек. Беріліп істеу керек та. Білім ең тиімді инвестиция. Жаһандану уақытында білімге салынған салымдар, күш, уақыт құнсызданбайды, қайта қайтарымы мол. Сондықтан өндірістерде маманның біліктілігін арттыруға барынша мән беріледі. Қайта оқыту, білімін жетілдіру үздік жүретін процесс. Себебі бәсекеге қабілетті маман жаңғыру жолындағы жасампаз ұлтымыздың жаңа дәуірдегі жаңа келбеті. Еңбек адамы біздің экономикамыздың алтын діңгегі. Неге? Себебі еңбеккерлер, жұмыскерлер күнделікті өзінің ерлік еңбегіменен мынау қоғамнан, бизнестен, биліктен ештеңе талап етпей, сол өзінің елін сүйгіштігіменен, өзінің еңбегімен қарапайым адамдар осыны елімізді алға бастырып жүр. Жасампыз еңбегіменен алға бастырып жүрген, еліне сүйіспеншілігін сол жұмыс арқылы дәлелдеп жүрген, әр жұмысында біліктілігін арттырған сайын соны мақтаныш тұтып, өзінің мысалға разряды болсын, өзінің еңбек ақысы көтерілгені, сондай бір нәтижелерге жетіп, биіктерге көтерілгені олар үшін бір қуаныш, бұл үлкен мақтаныш. Сондықтан міне осындай адамдарды құрметтеу, осындай адамдарды қошеметтеу, олардың жағдайын, лайықты еңбек жағдайын туындату, қалыптастыру бүгін мемлекет пенен қоғамның күш салатын бір үлкен өзегі келіп тұрған, сұранысқа ие болып тұрған бір сала ғой деп ойлаймын. Америкалық зерттеу компаниясы алдағы 10 жылда 10 түрлі мамандық жойылады деген ақпарат таратты. Сұранысқа ие мамандықтар арасында металлургия саласы да бар. Жалпы шыңырауда шыңдалған кеншілер қазақстандық патриотизмнің жарқын үлгісі. Еңбек адамы қашанда құрметке лайық. Жалқаулық адамды түтіп жейді, ал еңбек адамды бүтіндейді. Түзейді, еңсесін көтереді. Табыс артса, тұрмыс түзеледі. Тұрмыс түзелсе, өріс кеңейді.